Ақ боз үй 13 бөлім мінәжат. Серікбай дегені көрші шопан еді. Балаларға бас көз бол. Орыс жігіті екі атты жетектеп жақындады. Шеге баласының аяғындағы тікенді алды. Түгел, деді. Мен ауданға кетіп бара жатырмын. Шешеңе көмектес, тілін ал. Баласы бас изеді. Шеге ұлының бетінен сүйді. Түгелбек бір зобалаң салқынын сезсе де, оның не екенін болжай алмай жалтақтайды. Үлкендер бұдан шындықты жасыратын сияқты. Әкесінің өңінен, жүріс-тұрысынан көз алмайды. Шешесінің теріс қарап сығымдаған көз жасын байқап қалды. Әкесінің бұл кетісі тегін емес сияқты. Мына суыт жандарға қарудың неге керек екенін түсінді. Әкесі қашса ататын нагандар екен. Екі қонақ атқа мінді. «Қашан келесің?» деді әкесінен. «Келем, көп ұзамай келем», деді әкесі. Әлдене деп күбірледі шешесі, көзін сүрткіштеп. Әкесі басындағы ескі сұр кепкесін баса киіп, шешесінің қолындағы түйіншекті алды. Жаяу аттылардың алдына түсті. Жүре беріп бұрылып соңына қарады. Осы сәт Түгелбектің жүрегі шымырлап қоя берді. Ауыздығын қарш-қарш шайнап, екпіндете жөнеген екі қара аттың алдында жаяу бүлкөктеп әкесі барады. Көз алды жастан бұлдырап кетті Түгелбектің. Енді бірде қараса, екі атты кісінің соңынан жаяу ызғып жүгіріп келеді екен. Соңынан шешесі айғайлап жатыр. Жылап жүгірген бұл бірақ естімеді. Қазір дүние түгел шулағандай, дүние көздің жасына толғандай. Кісінің біреуі ат басын тартты. Түгелбектің жолын кес-кестеді. Бүлкөктеп бара жатқан қалпында көкесі мойын бұрып қал дегендей белгі берді. Бұл состиып тұрып қалды. Жарты жолда состиып тұр Түгелбек. Ебіл-себіл жылап тұр. Атты кісілердің алдында әкесі барады, ұзап барады. Түгелбек шыдамады, тағы жүгірді. Көзден аққан жасы бет-аузын айғыздады. Бірақ аттыларға жақындасуға қорқты. Шаршағанша әкесінің соңынан ере бергісі келді. Осы күйінде өріскөй беттегі құба жонынан асты. Әкесі соңына жалтақтап бұған қарап қояды. Іркілді бір кезде. Аттылармен жанжалдасқандай болды. Аттылардың қолдары ербеңдеді. Әкесі бүлкөктеп жолға қайта түсті. Сөйткенше түйе мінген шешесі қуып жетті. Оның да көзі іскен, қатуланып алған. Түгелбек ұрсады екен ғой деп қашқақтап ығыса берген. «Әй, мін түйеге», деді қара түйені іркіп шөгіре беріп. Түгелбекте мінді түйеге. Шешесінде үн жоқ. «Шу», деді. Түйе ырғып түрегелді. Енді үйге қайтады екенбіз ғой деп ойлаған еді бұл. Жоқ, сөйтсе шешесі түйені қамшымен борбайдан шықпыртып жіберіп, тура алға қарай айдады. Түгелбек қуанып кетті. Дәл осы екпінмен бұлар аттыларға қуып жетіп, әкесін айырып, үйге алып қайтатындай қуанды. Жарықтық арқасы көлдей қара түйенің желісі жайлы ақ. Қарсы беттен жел естіріп, құлаштап тастайды аяқты. Ақ тақырға таяй бере қуып жетті әлгілерді. Аттылар көлденеңдеп тоқтады. Әкесі кепкесін қолына алып, басының терін орамалмен сүртіп тұр. «Әй, інім», деді шешесі, дауысы саңқылдап, мұрны шуылдаған қара түйе үстінен. «Ол байғұсты нарқамысқа дейін жаяу айдасаңдар несі қалады? Неге біреуің мінгестіріп алмайсыңдар? Сонша қинайтындай жаума еді ол». Шешесінің үні ащылау шықты. «Ол біздің шаруамыз, жеңгей. Сіз қайтыңыз», деді қазақ жігіті сұрланып. Даусында сыз бар. «Ең болмаса мына түйемен біраз жерге шығарып салайық». «Шығарып салатындай бұл кісі қыдырып бара жатқан жоқ». Бақабас жігіт даусы шығып ақырып жіберді. Буы бұрқыраған басының терін сүрткіштеп тұрған әкесінің көзі бұларда. Түгелбек көкесінің көз жанарынан бұрын соңды көрмеген бір аянышты қалды байқады. Әкесі шешесіне «Қайтесің, қайтыңдар», деді. Жанарындағы әлгі нала табы бір өзгермеді. Аттылар қозғалды. Әкесі де түйіншөгін иыққа салып аттылардың алдына түсті. «Балаларға ие бол», деп дауыстады. Балалар қарап тұр.
Қара түйенің мұрны ғана шуылдайды. Шешесі бұл жолы жыламады. Кетіп бара жатқандарға үнсіз қарайды түйе үстінен. Осы тыныш сәтті пайдаланып, қара түйе талтайып тақыр жерді ылғалдап тұр. Көп ұзамай бұның көкесі де, көкесін алдына салып айдаған аттылар да қырасып көзден ғайып болды. Төңіректі зіл тыныштық басты. Тек шегірткенің шырылы ғана толассыз естіледі бұта арасынан. Шешесі күрсінді. Көкірегі қар сайылғандай болды. Содан кейін қара түйенің бұйдасын қағып шу деді, басын кейін бұрды. Күн әлі ыстық, аптабы жалын шарпиды. Шешесі екеуінде үн жоқ, түн жоқ. Қара түйені баяу аяңдатып үйге қайтып келеді. Түгелбек бұрылып, әкесі кеткен тұсқа қарады. Көкжиек жым-жылас, қаңғыбас құйындар ғана бұлыңдайды. Үн-түнсіз есеңгіреп қалған шешесі екеуін қара түйе маң-маң басып, сонау бұлақ басында жетімсіреп тұрған жалғыз үйге қарай әкеле жатыр. Жемнің суын кешіп өтіп, шегелер Нарқамысқа ел жата кірді. Қарабарқын жұмсақ түн еді. Ауыл көшесі бос, бірен-саран иттердің ғана үргені естіледі. Өмірінде талай қуғын сүргінді көрсе де, шеге бүгінгідей ит сілікпесі шығып шаршамаған сияқты. Тұщы бұлақтан Нарқамысқа дейінгі 50-60 шақырым аралықты жаяу желіп өтті. Аяғынан жан кеткендей ап-ауыр, енді тек құлау ғана қалған. Тезірек түрмесіне жетсем екен деп тілеп келе жатыр. НКВД-ның қорасын көріп, жеттім бе, деді іштей. Енді тек тезірек қамаса екен, тек сұлап түсер еді. Бұны айдап келген екеу сыртта аттарын байлап жатқанда, мұның жанына қараңғыда қауқиып біреу жақындап, бері жүр, деді. Қомпиған тұлғалы әскер. Шеге соның ізіне ерді. Балшық үйдің дәлізіне кірді әлгінің ізімен. Дәлізде білте шам. Жарығы алакөлеңке түсіп тұр. Шеге тізе бүкісі кеп орындық іздестірді назарымен. Бірақ дәліз іші жым-жылас. Қомпиған әскер бұрылып бұған қол ұсынды. Қозбағар, өзінде өң жоқ, түс жоқ. Камераңа тезірек жатқызшы, деді шеге. Басқа нәрсе айтуға қошы келмеді. Әлгі тергеуші сөйлесетін сияқты, деп Қозбағар абыржып, бұның иығындағы түйіншөгін алды. Қалтаңда темір терсек жоқ па? Менің тексеру міндетім. Тексер, деді де шеге қабырғаға арқа сүйеп, сылқ етіп отыра кетті. Қозбағар шегенің шалбарын, пиджагын сырттай сипалап тексерді. Тері киім сыртына шығып кетіпті. Дүрсілдеп ішке әлгілер кірді. Әкел, деді Бақабас Қозбағарға, қаптал есікті ашып. Жүр, деп Қозбағар мұны Бақабас кіріп кеткен есікке қарай бастады. Шеге әрең түрегелді. Ісіп кеткен аяғын әрең сүйреп қаптал есікке беттеді. Кішкентай бөлме екен. Жалғыз терезесі биіктеу, торлы. Терезе алдында шағын стол. Стол үстінде үйлеусіреген білте шам. Столдың екі жағында екі орындық. Отыр, деді Бақабас. Орыс жігітімен әлдене деп күбірлесіп қоштасты. Анау шапшаң шығып кетті. Әлсіз буыны салмағын ұстай алмай шеге орындыққа сылқ түсті. Есік сықырлап жабылды. Еңсесін көтерсе бөлме ішінде Бақабас екеуінен өзге жан қалмапты. Бақабас жалаңбастанып алып, стол астына еңкейіп әлдене іздеді. Қап-қара қысқа шашы тіп-тік. Бөлменің едені ескірген тақта екен, қабырғалары әктелген. Атыңыз, фамилияңыз, деді Бақабас стол үстіне қағаз қалам шығарып, жазғалы ыңғайланып. Қаспақов Шеге, деді бұл. Туған жылыңыз 1909 жыл. Ұлтыңыз қазақ. Шыққан әлеуметтік тегіңіз кедей шаруа. Партияда жоқсыз ғой. Болғам, бірақ 1930 жылы шығарып жіберген. Не себептен? Сотталғаным үшін. Не үшін сотталдыңыз? Үйімнен қайынатам Пахраденнің алтын күмісі шыққаны үшін. Түрмеден қашан оралдыңыз? 33 жылдың апрелінде. Содан бері не кәсіп істедіңіз? 1-2 жыл колхозда счетовод болдым. Содан кейін қойға шықтым. Шетелде болдыңыз ба? Жоқ. Басқа партияда болдыңыз ба? Жоқ. Үй ішіңізде кімдер бар?
Әйелім өзім 2 балам. Әйеліңіздің аты жөні Хансұлу Пахрадин қызы. Қай жылы туылған? 1910 жылы. Балаларың: ұлым Түгелбек Қаспақов 7 жаста, қызым Үміт Қаспақова 3 жаста. Бақабас қаламы тысырлап жазып жатыр. Осы кезде есік ашылып, ақырын басып Сұржекей кірді. Иығына желең жамылған шинелі, езуінде темекі. Бақабас орнынан ыршып тұрды. Шеге де түрегелді. «Салам алейкум», деді Шеге. Сұржекей үндемеді. «Отыра беріңдер» дегендей ишара етті қол ұшымен. Бақабас отырды. Шеге де отырды. Сұржекейдің өңі өрт сөндіргендей сұрланып, қанын ішіне тартып алған. Бақабас тергеуші мұның алдына әлгі өзі толтырған қағазды ысырды. «Жаңағы айтқандарыңды растап, қолыңды қой». Шеге қолын қойды. Бүгінгі әңгіме осымен біткен шығар деп ойлаған. Сөйтсе, Бақабас қозғалар емес. Және бір ақ қағазды алдына жайды. Сұрақтың көкесі енді басталатын сияқты. «Гринин Афанасий Васильевичті қай жылдан бері білесің?» «Бірінші көргенім 28 жылдың жазы. Содан бері білемін». «Араларың қалай?» «Жақсы. Өткешівке ауылды қуғанда еріктілер отрядында менде болғам. Содан бері білемін». «Үйінде болдың ба?» «Болдым». Бақабастың қаламы тысырлап жатыр. Сұржекей бұлардың сұрақ жауабын жүре тыңдап, ағаш еденді зар еңірете сықырлатып, ауыр басып бөлме ішінде теңселіп жүр. «Сен түрмеден оралғанда Грининнің саған өз етігін сыйлағаны рас па?» «Рас. Мына етік», деп Шеге аяғына еңкейіп етігін көрсетті. Сұржекей «Прекрасно» деп осы арада сөзге араласты. Темекі түтінін ерін ұшынан үшкірлеп жіберіп. Ішінде ит өлгендей Сұржекей беті бүл көтер емес. «Грининді қандай адам деп ойлайсың?» Шегенің күткені осы сұрақ еді. Сайрай жөнелді. «Апанас патша қысымымен революцияға дейін Қазақстанға жер аударылған. Демек, патша өкіметіне жақпаған, революцияны қолдаған. Темірде бала оқытып жүріп, өзі қазақша үйренген». «Стоп», деді Сұржекей саусағындағы темекісін шошаң еткізіп. «Ол кісінің өмірбаянын біз білеміз. Сен одан да ол кісі туралы өз пікіріңді айт». «Ол кісі туралы өз пікірім өте жақсы. Ол адал коммунист. Қазақтар оны Апанас деп жақсы көргендіктен атаған еді». «Түсінікті», деді Сұржекей. «Тоқтат» дегендей сәл қол көтеріп, қабақшыта ишара етті. «Көрсет, оқысын». Бақабас столдың тартпасына еңкейіп, бір қағазды алып Шегенің алдына қойды. Бір бет толы машинкамен басылған. Орысша ең соңында көк сиямен Апанас қол қойған. «Оқы», деді Сұржекей. Бір бет жазуға Шеге жүрегі дүрсілдеп шұқшиды. Түсінгені Апанас өзінің көптен түрік разведкасымен байланысты болғанын, түрік пашасы Әнуардың Совет еліндегі жалдамалы агенті екенін, Қазақстандағы Совет өкіметін құлату мақсатында ұзақ жылдар арандатушылық жұмыстар жүргізгенін, сол мақсатпен жергілікті халықтардың тілін үйренгенін, ауданда басшы қызметте болған жылдары қарапайым шаруа халықты социализм ісіне қарсы тәрбиелегенін, сөйтіп өзінің 1918 жылдан бастап Түркияның шпионы екенін мойындапты. Қол қойыпты. Шеге Апанастың қолын танитын. Қол соныкі. Шеге түс көргендей әуре сарсаң, дүние табан астында төңкеріліп, астын үстін болғандай. Мүмкін емес, шпион болуы мүмкін емес. Апанастың деп қалай ышқынып ыршып тұрғанын білмейді. «Отыр», деді Сұржекей дорба аузын томпайтып, иегімен орындықты нұсқап. Сұржекейдің ала көзіне ақсайтан ашу ойнап шыға келген. Шеге қорыққаннан отырды. Сұржекей еденді сықырлатып, асықпай басып, столға жақындады. Стол үстінде жатқан әлгі жиіркенішті қағазды қолына алды. Қағазды сұп-сұр боп қаздиып отырған Шегенің көз алдына келіп сілікті. «Немене сонда? Біз НКВД подлогпен айналысып отыр демекшісің бе? Встать!» Шеге тағы түрегелді. Сұржекейдің шақшырайған көзіне бұл да қасарысып, шақшырайып, көз алмай қарады. «Оу Жаке, мен бар болғаны Апанастың агент екендігіне сенбеймін дедім ғой». «Сәт!» деп
тағы ақырды Сұржекей, көзінде найзағай жарқ етіп столды бір ұрды. Сәт! Халық жауымен ауыз жаласқан сволочь! Сенің қандай арандатушылықпен айналысқаның уже мәлім бізге. Совет өкіметіне қарсы әрекетке түрмеден келгеннен кейін кіріскенсің. Сенің тұқымыңды баяғыда тұздай құрту керек еді. Кулактың қызын алып, алтын күмісің жасырған күнақ құрту керек еді, подлец. Сұржекей бұрқ сарқ етіп, бұған айтарын айтып болып, енді Бақабасқа бұрылды. Құлберген, мынаны одиночкаға тық. Бұл әлі сүттен-ақ судан тазамын деп қарсыласудан тайынбас. Кірісіңдер. Жеки Қалиевич, деп есіктен сығалаған Қозбағардың табақтай беті шалынды. Даусында қуаныш бар. Жеки Қалиевич, бас изеді. Әлгі бір жапырақ қағазды бастығының созған қолына ұстата берді. Сұржекей сызданып темекісін құшырлана сорды да Қозбағар әкелген қағазға шұқшиды. Молодец, деді Сұржекей басын шайқап, дорбауызын томпайтып. Құлберген де қайсысы деп күлімсіреп Сұржекейге жақындады. Шақылдауық күзен қол қойыпты деп танау астынан күңк еткен Сұржекей ызбарланып шегеге қарай бұрылды. Қоңыз мұрты жыбыр етті. Ендігі тапсырма, Құлберген екеуіңіз мына контрамен айналысыңдар. Өзі немене, нағашыма, жием бе саған. Әлгі Пахрадин Кулактың қызын сенен баяғы тартып алатын жақының ғой. Дұрыстап жұмыс істе, көпке созбаңдар, отчет сұрап жатыр облыс. Сұржекей қолындағы темекінің тұқылын күл салғышқа езгілеп өшірді. Қоңыз мұрты жыбыр етті. Танау астынан кірсіңдер деді. Маңғаз қалпы сызданып, етігі сықырлап, есікке беттеді. Қашан Сұржекей шығып кеткенше, бөлмедегі үшеуі тізе бүкпей есіктен көз алмай қарап тұрды. Есік жабылды. Сұржекейдің асықпай басқан етік сықыры дәлізбен кем-кемдеп ұзай берді. Үшеуінде де үн жоқ. Сұржекейдің тысыры өшіп, бөлме ішінде меңіреу тыныштық орнады. Шегенің аңдығаны Бақабас. Бақабас қозғалды. Қол созып, терезенің кішкентай көзін жапты. Жолдас Қаспақов, деді терезеден бұрыла беріп. Сіздің Совет өкіметіне қарсы сөйлеген ұлы көсеміміз және ұстазымыз Сталин басқаған партиясын сынаған фактілеріңіз белгілі болып отыр. Әңгіменің жалпы осылай басталарын болжаған Шеге. Сондықтан тағатын кінәларын тезірек естірсе екен деп тілеген. Орта бойлы Бақабас қара жігіт Құлбергеннің жүріс-тұрысы өзгерді. Әлгі шіреніп, шырт көрген бастығы тәрізденіп, бұ да екі қолын арқасына салып, батпансып, бөлме ішінде ерсілі-қарсылы теңселе бастады. Сұржекейден бір айырмашылығы езуіне темекі қыстырған жоқ. Бірақ жүріс-тұрысы соныкі, тіпті бастығының ыңыранып, еріне сөйлеуіне дейін айнытпай кетірді. Мысалға, мынандай фактілер. Сіз түрмеден оралғаннан кейінгі жылдар бір емес бірнеше рет жұрт көзінше баяғы өзіміздің ескі ауыл түрмеде жүргенде түсіме кірді депсің. Бие байлап, түйе сауып, той тойлап жатқан ескі ауылды сағындым депсің. Дедің ғой. Шеге бас изеді. Дегенім рас. Так, бұл бір. Екінші факт. Сіз 33 жылы апрельде түрмеден оралып, аштан қырылып жатқан ауылыңызды көргенде ашуланып, Совет өкіметін тілдепсіз. Дәлірек айтқанда, әй, бүйткен ауданың да бар болсын, Голошекинің де бар болсын депсің. Дегенім рас, бірақ мен өкіметті емес, асыра сілтеуді сынадым. Асыра сілтеуді сүйікті көсеміміз Сталиннің өзі де сынады. Сталинді қайтесіз? Сұраққа жауап беріңіз, деп дауысы қатқылданып, Құлберген түсіне ызғар жинады. Қозбағар мұрны пысылдап, бұлардың әңгімесін ақ қағазға сойдақтатып жазып жатыр. Құлберген еденді сықырлатып, маңғаздана басып айналып келіп, бұның тура көк желкесіне тақап тоқтады. Үшінші факт, деді бір кезде дауысы қаңылтырдай қатқылданып. Тергеушінің үні тура тас төбеден балғамен ұрғандай, Шегенің тұла бойына ызғар шапты. Үшінші факт. Сол жылы сізге ауданның бұрынғы бірінші хатшысы, қазір НКВД әшкерелеген түрік пашасының жалдамалы агенті Гринин, яғни сіздерше айтсақ Апанас, өз етігін сыйлаған. Ол етік қазір сіздің аяғыңызда. Рас қой? Рас.
Төртінші факті, деді шымыр қара жігіт Құлберген екі қолы артында ағаш еденді шыңғырта басып тағы қозғалды. Төртінші факт. Бүгін сіздің үйді тінту нәтижесінде буржуазияшыл ұлтшыл жазушы Сәкен Сейфуллиннің кітабын таптық. Рас қой? Рас, деп шеге қозғалақтап сөйлеуге ыңғайлана берген. Құлберген оң қолын көтерді. Тоқта дегені. Шеге басылып қалды. Қозбағар сорлы тұмсығын столдан көтермейді. Мұрны пысылдап, айдақтатып жазып жатыр. Әріптері қағаз бетіне тулаған түйенің борбайындай арса-арса армаңдап түсіп жатыр. Сізге әлі сөз берілген жоқ. Сіз әлгі фактілерді растайтыныңызды білдіріп, мына қағазға қол қойыңыз, деді. Құлберген әр сөзін асықпай шегелеп. Қозбағардың жазғандарын мұқият оқып шығып, шеге қол қойды. Дұрыс, енді Қаспақов жолдас, біз сізге сөз береміз. Әлгі анықталған фактілерге қайта оралудың қажеті жоқ. Сіз бізге осы күнге дейін жасырып келген қылмысыңыз жөнінде немесе отанды сатып шпиондық жолға қалай түстіңіз? Немесе Грининнің шпиондық етуіне қалай қолғабыс бердіңіз? Соны айтыңыз. Түрік разведкасына қай жерде, қай уақытта, қандай мәлімет тапсырдыңыз? Соны жырлаңыз, деді. Құлберген шегір көзін терезе сыртындағы түн ішіне қадап, қушық маңдайын құрыстырып, түсі қабарып. Шеге мынаның шыны ма, қалжыңы ма деп ойлап, тергеушінің бет әлпетіне әлі біраз үрке тікірейіп қарады. Тергеушінің тік қабағы қарс жабулы. Жүндес қабағы астынан жылтыраған кішкентай қаншегір көзі кірпік қақпай түнге қадалып қалған. Қалжыңдап тұрған кісіге ұқсамайды. Бөлме үшін тыныштық жайлады. Шпиондық әрекетпен қолға түсіп жатқандарды шегенің естуі бүгін емес еді. Ондай сұмырайлардың дер кезінде әшкереленіп қолға түсіп жатқанына іштей қуанатын. Сөйтіп жүргенде Алматыда бір топ атақты адамдар ұсталды. Әсіресе Сәкен Сейфуллинді жапон шпионы дегенге табан астынан илана алар емес. Енді міне Апанас шпион болып шықты. Бұған не дейді? Жоқ, сенбейді. Не үндемейсіз, жолдас Қаспақов? Біз сіздің сөзіңізді күтіп отырмыз, деді тергеуші мекерленіп. Айтпақшы, сіз былай тұрыңыз. Сіздің орныңыз анау бұрыш, сонда барып тұрыңыз. Шеге қозғалды. Бөлменің бұрышына таман барды. Мен не айтарымды білмей дал болып тұрмын. Қайдағы түрік, қайдағы разведка, қайдағы шпиондық? Апанас агент дегенге әлі сенбеймін. Менен ол туралы сұрауыңыз сұмдық. Мен түс көргендей болып тұрмын, деді шеге. Сіз НКВД-ға жала жабуға кірістіңіз, деп бөлме ортасына кеп зірк еткен Құлберген бұған атып жіберердей қарады. Жаңағы Гриннің өзі қол қойған протоколды көрсеттік емес пе? Гриннің өзі қол қойған протоколды көрсеттік емес пе? Көрсеттіңіз, бірақ бұл масқара, бұл мүмкін емес, деп ышқынды шеге. Сонда, әй, сен немене, біздің елге Түркия, Герман фашизмі, Жапон империализмі дос деп ойлайсыз ба? Неге дос деп ойлаймын? Олардың революцияға қарсы екені о бастан белгілі емес пе? Дұрыс, дұрыс. Ендеше сен сол сыртқы жаулардың біздің елде шпионы жоқ деп біледі екенсің ғой. Неге болуы мүмкін шпионы? Мүмкін емес, бықып жатыр. Кейбірі Гринин тәрізді сатылғандар солардың жалдамалы агенттеріне айналып, Совет өкіметін құлату, іштен ыдырату әрекетінде жан таласып жұмыс істеп жатыр. Заводтарды жарып, пойыз жолдарын бүлдіріп, диверсиялық жұмысты өдетіп жатыр. Оған жергілікті буржуазияшыл ұлтшылдар Құлымбетов, Есқараев, Рысқұлов, Сейфуллин, Асфендияров қосылып, Қазақстанды Совет өкіметінен бөліп әкетіп, Жапон империализмінің отарына айналдырмақшы. Совет өкіметінің Октябрьдің Сталиннің арқасында бас бостандығын алған қазақ халқын шетел империализміне құл етпекші. Ол шпиондар қазір осы зұлым пиғылдарын мойындап отыр. НКВД-ның арқасында, Сталиндік нарком Ежовтың арқасында осындай отанымызға ең қауіпті сұрқиялар дер кезінде әшкереленіп отыр. Қазір солардың ауыл, аудандардан құйыршықтары табылып жатыр. Қаспақов,
Сен бізді көп әлектемей өзіңнің кім екеніңді жырла. Ең дұрысы тез мойындағаның. Біздің сізге айтар ақылымыз осы. Солай ғой, Қозбағар Уапич. Солай, Құлберген Каденович, деді Қозбағар апалақтап, сасып қалып. Мына Қозбағар Уапичтің қатар өскен дос екенсіз. Соны ескеріп, біз сізге жанашырлық ақылымызды айтып отырмыз. Біздің шеф, өзіңіз білесіз, Жекей Қалиевич НКВД органына жалған ақпар беріп, өтірік айтқандарды онша ұната қоймайды. Ондай тікбақайлардың талайының мүйізін қағып алған. Так что асаулықтан сізге келер пайда жоқ. Ондай тереңге бармай-ақ қояйық. Одан да сіз бір ауыз сөзбен Грининнің құйыршығы екеніңізді мойындай қойыңыз. Құлберген теңселіп жүріп, өз жырын осылай айтып шықты. Сөз басын көтеріңкі қатқыл рәуіште бастаса да, ең соңғы тұсын жұмсартып, қоңырлатып, қамқорсығансып аяқтады. Шеге тергеушінің көмекейін түсінді. Оған керегі, Сужикеге керегі, НКВД-ға керегі Шегенің де шпион болғаны екен. Осынау 20-ның жетеуіне келген жасында тергеуі бар, түрмесі бар, өмірдің талай құқайын көрген еді. Бірақ дәл мынадай қиянатты әлі көрмеп еді. Тар кеудесіне сыймай жүрегі аунап түсті. Екі көзі ытырынып, ұясынан шыға жаздады. Сонда мені сіздер шпион еткілерің келе ме? Мақсаттарың сол ма? Деп ышқынып қалды. Дауысы қалтыранып, тарғыл шықты. Апанаспен таныс адамның бәрі шпион болса, осы ауданның халқын түгел қамаңдар ендеше. Апанас менің екі туып бір қалғаным емес, ескі танысым ғана. Үйінде болсам, бір-екі рет болған шығармын. Бүкіл кінәм кигізген етігін алғаным ба? Онда тұрған не бар? Күйіп кетті Шеге. Бөлме үшін жалын шарпығандай. Тынысы тарылды. Аузы мен ауа қармады. Аласұрды. Сол екпіннен сескеніп, мына екі күйкі жан бұны ақтай күйдірмекші болған екі сілімтіктің мысы басылғандай, құттары қашып кеткендей. Шеге енді аруақтанып, биіктеп кеткендей. Өзі бөлме ортасына шығып алған. Құлберген бұл сөйлеген сайын түнере түсті. Енді бірде екеуі екі жағынан жақындады. Екеуі екі қолына шап берді. Әттең, осы сәт Шегенің есіне НКВД кабинетінде тұрғаны түсті. Түрмеде талай төбелесті көрген Шегенің алақаны қышығаны мен бұлқына алмады. Қарсылық көрсете алмады. Екі қолын омырып, арқасына қайырған мына екі немеге өнер көрсетуге батылы жетпеді. Өйтсе, алдымен өз кінәсін ауырлатар еді, бала-шағасына зияны тиер еді. Сөйткенше құлақ шекеден бір соққы тиді. Көзінің оты жарқ етті. Көзі көрмесе де тиген тергеушінің жұдырығы екенін білді. Шеге шайқала беріп жалт қарады. Көзіне қан толып, тергеушіні атып жіберердей шақшырайды. Неге ұрасың, ит? Ұрмақ тұрмек, мен сені өлтіремін, отанын сатқан малғұн. Тергеуші тағы ұмтылды. Қозбағар ұмтылып, екеуінің арасына түсті. Әй, сенің көмейіңе құм құйылды ма? Менің кім екенімді неге айтпайсың мына құтырған итке? Деп айғай салды Шеге Қозбағарға. Қозбағарда дыбыс жоқ. Мен бекемін отанын сататын, ондай ісім болса, сотсыз атып тастаңдар. Қисынсыз неге жала жабасыздар? Әй, сенің неге үнің шықпайды, Қозбағар? Менің кім екенімді біле тұра неге үндемейсің? Кәке, Шеге, сабыр, сабыр, деп үрейі ұшып, Қозбағар екеуін екі қолымен итеріп, жыр-жапар болып ортада тұр. Құлберген тергеуші, көрген біз сендей тулағандардың талайын, деді. Осы сәт тергеушіден көрі бұзақы балаға ұқсаңқырап. Қозбағар, апар камераға, сусыз қатыр, ұйықтатпа, тізе бүктірме. Әкет, құп жолдас старшина, деп шаңқ еткен Қозбағар Шегені қолтықтап есікке қарай тартты. Кеттік, Шеге, кеттік, жүрші. Аға шеденді дүрсілдетіп, бұлар дәлізге шықты. Таза ауадан көкірек кере жұтты Шеге. Әлгі тар бөлмеден араға таланып шыққандай, әңкі-тәңкі басы дыңылдап, құлағы шуылдайды. Тершіген беті ызадан лау-лау жанады. Тұла бойы жеңілденіп алған бұлшық еттері шиыршық атып, бір арсы-күрсі айқасқа тіленеді. Күн ұзақ жүгіруден ойылып іскен аяғының
ауруы сезілмей қалды. Азу тісін қарш-қарш қайрап, кішкентай жылан көзі шырадай жанып жанығады. Соны сезген қозбағар бұның ыңғайына жығылып, қорбиған аю тұлғасына қарамастан құрақ ұшып келеді. «Мынауың бір жынды ғой», деді шеге әлгі тергеушіге деген ызасын ірке алмай. «Өй!» деп қалды қозбағар, аузын басып артына жалт қарап. Дала көзге түртсе көргісіз қараңғы. Ауыл шырт ұйқыда, түн ортасы мезгілі болыпты. «Бері!» деп қозбағар қараң-құраң етіп алға озды. Шеге жұтына берді. Таңдайы құрғап қалыпты. Әлгінде байтал тұрмақ бас қайғы деп су сұрап ішуге де мұршасы болмап еді. «Қозбағар, су бар ма? Қаным кеуіп барады». «Не дедің? Су дедің бе?» Қозбағар іркіле түсіп абыржып қалды. «Қазір камераға жетіп алайықшы». Қозбағар кілтін шылдырлатып, көлденең кесек үйдің бүйіріндегі бір тор көзі бар есікке маңдай тіреді. Есікті ашты. Үңірейген қараңғы қуысқа бастап өзі кірді. Ізінен шеге ілесті. Бөлме іші жып-жылы, едені тас. «Осында боласың», деді қозбағар міңгір етіп. «Төсек орын болмайды сірә. Төсек орынны құрсыншы, су тапшы, бір жұтым. Сәл шыда, анау кетсін», деп сыбырлады қозбағар. Қараңғыға көзі үйренген соң қуықтай бөлме ішіне назар қыдыртты. Кірген есіктен терезеге дейін созылған ұзынша тар қуыс екен. Ішінде манағы шегенің түйіншегінен басқа іліп алар нәрсе жоқ. Шеге сылқ түсіп ұзыннан құлай кетті жерге. Жамбасы жерге тиетінде күн бар екен-ау. Сол екен, «Ойбай, Шеге, тұршы», деп безілдеп қоя берді қозбағар. «Ойбай, әлгі көріп қалса құрыдық, мен құраймын». Шеге былқ етпеді. Бұны қозбағарға аңдытып қойғаны тіпті оң болды. Қанша айтқанмен баяғы қозбағар ғой, бала күнінде өзін талай төмпештеп еді. Содан Шегенің бетіне келмей өскен. «Сен одан да әлгі пәледен қорқсаң, есіктің сыртында тұр. Келе жатса белгі бер», деді Шеге көсіліп жатқан күйі. «Құритын болдым, мен құрыдым», деп жыламсырады қозбағар. Шапшаң ұмтылып есіктің сыртына шықты. Есікті қаусырыңқырап қойды. Шеге қара жер жамбасына қазір құс төсектей жайлы тиеді. Бүгінгі күн уақиғасы көз алдынан бір аласапыран түстей қойыртпақтап өте берді. Қанша ойламайын десе де бір сұмдық ой ызғары ішін қалтыратып барады. Бұл тергеу жай тергеу емес дегізеді. Соңында бір сойқаны бар, алыстан басталған қаһарлы дауыл екпінін аңғарады. Себеп салдары бұл төңіректе емес, алыста тәрізді. Сол алыс сұрапыл дауылдың екпіні бұл төңірекке жетіп, бұл сияқтылардың тағдыры жаңқадай ұшып жатқанға ұқсайды. Ақ қарасын ажыратуға мұрша бола ма ондай топалаңда? Сол топалаң, сол дауыл кім-кімнің де болмасын есін алып, қорқытып, құмырсқадай дірдек қақтырып жатқанға ұқсайды. Есік тықырлады, Шеге ұшып тұрды. «Келе жатыр», деп сыбыр етті ішке зып берген қозбағар. Дауысында үрей. Шеге терезе алдына таман жылыстап, тіктеліп есікке қарап тұрды. Түн ішінде әлдекімнің аяқ дыбысы сырпылдап жақындап келеді. Есіктің тор көзінен ішке назар салып үңілді. Қозбағар тіп-тік. «Қозбағар Уапич, қылмыскерден көз алмай отыру керек. Жолдас старшина, ішке бір көзімді салып, есік алдында тұрғам. Сөйт, мен сағат 7-де келемін, көзіңді айырма». «Құп, жолдас старшина». Бақабас тергеуші сәл еңкейіп, есіктің тор көзінен қараңғы камера ішіне тағы бір үңілді де пәпкісін қолтықтап бұрылып жүріп кетті. Қозбағар сол сірескен қалпы, тергеушінің аяқ сырпылы ұзай берді. Сөйткенше қаптал тұстан ереуілдеген бір дүрсіл шықты. Айға есілді, күзетшіні шақырған. Қамаудағылар болса керек. Қозбағар есікті шапшаң кілттеп, дүрс-дүрс жүгіріп кетті. Шеге етігін шешіп, аяқ жағына тастады. Солқ-солқ ауырған басын уқалап, ұзыннан сұлай кетті. Шөл бір жағынан қысып барады. Таңдайына тілі желімдей жабыса береді. Жас кезінде суық өтті ме белгісіз, жаз болса табанының қызатыны бартын. Қазір де дауылдап жанған табанын біресе салқын топыраққа,
Біресе кесек кірпіші ырсиған қабырғаға басады. Содан жаны сәл-пәл сая табады. Түйіншөгін басына жастап, тұла бойы зіл тартып мызғи берген. Есік сыбдырлады. Өңкүйіп ішке қозбағардың сұлбасы кірді. Қолында ұстаған әлдене бар. Шеге, мә! Анау-мынау емес бір шиша су әкеліпті. Шеге шишаның аузынан сап-салқын суды сылқ-сылқ жұтты. Анау-мынау емес бір шиша су әкеліпті. Шеге шишаның аузынан сап-салқын суды сылқ-сылқ жұтты. Қаңсып қалған өзегі жібіп, 62 тамырын қуалап, шипалы ылғал тарады. Қозбағардың қарлығаш достығына иман жанымен риза болды. Деді. Қозбағар босаған шишаны алып кетіп, әлдеқайда апарып тастап келді. Шеге, деді Қозбағар бұған жақындап, сыбырлап, мен саған бір нәрсе айтайын. Ол үшін білсе менің басымды алады, бірақ саған айту міндетім. Ертең тергеушің бір қағаз дайындап әкеледі сенің атыңнан. Оған сен өлсең де қол қойма, ұрар, соғар, қинар, бірақ сен өлтіріл қол қойма. Қол қойдың екен, құрыдың, атылып кетесің. Екінші қағазды күт, сонда жұмсартып әкеледі. Шыдамың жетпесе, соған қол қоярсың. Менің саған айтарым осы, жағдай өте ауыр Шеге. Халық жауларын аз әшкерелеп жатырсыңдар деп, жоғары жақ Сұржекейді қатты қысып жатыр. Сұржекей бізді қысып жатыр. Шеге Қозбағарды тыңдап, біраз үнсіз жатты. Аздан кейін тіпті қол қоймаймын, оңайына да, қиынына да, деп күңк етті. Бәрібір құтқармайды. Қылмысым жоқ болса ше, тексерсін. Манағы өзің қол қойған фактілерің ше, соның өзі жетіп жатыр. 58-ші статья. Онда не тұр? Ол неге қылмыс? Сол айтқандарыңның өңін айналдырып, подрыв советской власти дегенге іліктіреді Шеге. Мен құрыдым, айтпайтын нәрсені айттым ғой, деп Қозбағар бебеу қағып жаны қыдырды. Маған сенбейсің бе, неге қорқасың? Деді Шеге үнінде өкпе бар. Ойбай, Сұржекейдің сезбейтіні жоқ, деп Қозбағар сыбыр қақты. Білмейтіні жоқ. Түріңе қарап отырып кісінің ішіндегісін оқиды. Ол білді бітті, тірілей сояды. Сен одан да мен отырғанда тынығып ал. Көресіні ертең көресің. Деді Шеге, сөйлесуге қал жоқ, көзін жұма берді, талықсып. Сілесі қатып ұйықтап қалған екен, дауыстан оянды. Көзін ашып қуықтай бөлмеде неге жатқанын пайымдай алмай жан-жағына аларып қарады. Шеге деген дауыс шықты. Есіктің тор көзінен Қозбағар сығалайды. Қайда жатқаны сонда ғана есіне түсті. Шеге, шай әкелдім, жүрек жалға, көп замай анау келеді. Шеге ыршып түрегіп Қозбағардың қолынан буы бұрқыраған бір кружка ыстық шай, бір жапырақ нан алды. Тезірек соғып ал, тоймай қалсаң және әкелемін, деді Қозбағар сыбырлап. Шеге бас изеді. Шеге ақ қалайы кружканы жерге қойды. Осындай кружкамен өрісте ақ шағылдың басында отырып ішкен шайы түсті есіне. Ыстық шайдан мейірлене жұтып жұмсақ таба нанды бұрап соқтау. Шайға қанбай, нанға тоймай қалды. Маңдайы сәл жіпсіп, есікке қарағыштай берді. Дүрсілдеп Қозбағар жетті. Тор көзден сығалады. Қолында шайнек. Әкел кружкаңды, деді. Асығыс шайдан толтырып кружкаға тағы құйды. Бір қолын жаңқалтасына соғып жіберіп, бір жапырақ нан суырып алды. Мә! Шегеде үн жоқ. Ас ішуге тағы кірісті. Шайнегін көтеріп, Қозбағар әлдеқайда тағы кетті, дүрсілдеп жүгіріп. Күн шыға Құлберген келді. Бұл кезде ас су ішіп, кәдімгідей әл жинап, тынығып алған Шеге қуықтай камераның ішінде арлы-берлі теңселіп жүрген. Құлберген сәлемдеспеді. Шеге де үн қатпады. Кішкентай оқты көзін тергеушіге қадады да үн-түнсіз теңселіп жүре берді. Я, Қаспақов, ойландың ба? Шеге үндемеді. Осы мінезімен тергеушінің жынына тигенін білді, бірақ жағынып, жалпақтап қайтеді. Аямасы, жаны ашымасы айдан анық. Енді өлсем де адам қалпында өлейін, бұндай шошқаның табанын жалап ит болмайым, деп томырылды іштей. Неге үндемейсің? Деді Құлберген оған қан шегір көзін қадап.
Шамыңа тиді ме? От солай, бір жаман қойшыны оп-оңай илеп алғың келген екен ғой. Бұл жаман қойшың кезінде бандымен айқасқан революционер, одан жазықсыз 2 жыл түрме көрген, бірақ жасымаған, сынбаған күрескер. Біліп қой, партиядан шығып кетсе де, дәл сен сияқты иттерден ары таза. Қырсықпа, сөйлейсің әлі. Сен сөйлегенде де бұлбұлдай сайрайсың. Сендей отанды сатқан қарабеттердің талайын бұлбұлдай сайратқанбыз. Шеге шыдамады. Сен тіліңді тарт, сен қарабет пе, мен қарабет пе, оны уақыт көрсетер, деді тарс айырылып. Салқын сұғын тергеушіге тікендей қадап айтты. Ашуланғанда пышақтың қырындай сылыңғыр қара жігіт Шегенің сұсы тым ызғарлы еді. Бақабас тергеуші ығысып қалды. Өңі қуқыл тартты. Шегеге де керегі сол еді. Ұсталып діңкесі құрып тұр ғой, әйтпесе мұндай жаман нарқоспақтың баласын оңаша жерде жолықса, екі бүктеп бір-ақ шайнар еді-ау. Қозбағар жетті, сасып салбырап, маңдай тері быршып. Мынауыңды алып жүр, деді Құлберген өңі түтіндеп, жақ жүні үрпиіп. Құп-құп болады. Тергеуші пәпкесін қолтықтап, көк сырлы есікке қарай бұрылды. Қозбағар үрейі ұша қарады Шегеге. Не білдіріп қойдың, дегендей. Жан-жағы биік балшық дуалмен қоршалған НКВД қорасының ортасына таман жеткенде Шеге жүзін көтеріп аспанға қарады. Жалғыз қазбауыр қызғыш бұлт тұр екен, кең жайқын таңғы аспанда. Камерадан шығып тергеуші кіріп кеткен көгесікке жеткенше қора ішін назарымен шолып өтті. Қапталда қатар-қатар темір құрсаулы 5-6 есік. Сол есіктердің ар жағында күбір-күбір сөйлескен кісі үндерін шалды құлағы. НКВД қорасының қақпа алдында орындықта тағы бір солдат отыр. Екі қолын төсіне айқастырып алған. Кешегі орыс солдат. Шеге Қозбағар ашып тұрған көк есікке кірді. Кешегі дәліз, майшам түтіннің иісі сезіледі. Қозбағар қорбаңдап алдына түсті. Осы жерде тұра тұр, деді де кабинетке алдымен Қозбағардың өзі зып кіріп кетті. 1 минуттай кідіріп қайта шықты. Есікті ашты. Кір, деп Шегеге жол берді. Столын құшақтап, бақабас жапалақша жарбиып отыр екен. Өңіне зәрін жиып алған. Бұның келуін күтумен отырса керек. Қаламы мен столын тықылдатып кіріп келе жатқан Шегенің етігінен көз алмайды. Шеге де әдейі асықпады. Қалбалақтап құрақ ұшудың орнына тура Сұржекей шефтің өзіне ұқсап батпансып, еденді баяу сықырлата басып, кешегі тұрған бұрышына қарай өте берді. Есік жақта қалған Қозбағар әлдене деп күңк етті. Кемпір кіріп кетсін, деп қалды Құлберген. Есік жабылды. Етегі көк сырмен сырланған, қабырғасы әктелген бос кабинетте оңаша тергеуші екеуі ғана қалды. Қаламы мен столын тықылдатып, ойланып, терезеден көз алмай отыр бақабас. Кішкентайлау шегір көзі әнтек қанталаған, ұйқысы қанбаған тәрізді. Темір торлы шағындау терезеден сиырларын өріске айдап жүрген бала шаға, қатын қалаштар көрінеді. Дауыстары да естіліп тұр. Түркияның жалдамалы агенті Грининнің үйін тінткенімізде оның шкафынан Гиссасул әнбие, Шежіра-и түрік деген саяси қауіпті кітаптар табылды. Бұл кітаптарды сенің көргенің бар ма? Шеге сұраққа түсінбей қалып сәл тосылды. Қалай сонда, қайда көргенімді айтуым керек пе? Қайда кездесгеніңді айт осы кітаптарды. Лабақ Ахунның мешітінде оқып жүрген бала кезімізде талай кітапты көргем. Лабақ Ахун олардан бізге үзінділер оқып беріп отыратын. Кейбіреулерін өзімізде оқитынбыз. Кітабы көп болатын Ахунның. Соның ішінде әлгі айтқан Гиссасул әнбие, Шежіра-и түрікте болатын. Сен үйіңде сақтадың ба сол кітаптарды? Жоқ. Сен қайынатаң Пахрадин деген құлақта болды ма бұл кітаптар? Пахрадин Лабақ Ахунмен дос еді. Олар бірінен бірі ылғи кітаптар алып оқып жүретін. Дәл осы кітаптарды Пахрадиннің қолынан көрдім, көрмедім деп айта алмаймын, есімде жоқ. Бұл кітапта Гринин сұмпайының қолына қалай түсті деп ойлайсың? О жағын білмедім.
болған істі жасырып, бұрмалап, тергеу ісіне кедергі жасағаныңыз үшін қылмысыңның ауырлай түсетінін есіңе саламын, деп Құлберген мұның аузынан шыққан сөздерді теріп ап қағаз бетіне түсіріп жатыр. Әлгі берген жауабың үшін мында қол қой. Шеге әлгі айтқан сөзі үшін протоколға қол қойды. Тергеуші Шегенің қолына бір парақ қағазды ұстатты. Оқып шық деді. Шеге аяқ үстінде тұрып қағазға үңілді. Түсініктеме деген айдарына көзі түсті. Сөйткенше сықырлап есік ашылды. Есіктен ақ жаулықты шүйкедей бір кемпір сығалады. Шеге түсініктемені оқи бастады. Апанастың Совет өкіметіне жаулық әрекетін мен өте ерте аңғарғанмын. 1929 жылы банды болып кеткен ауылды Қарақұмнан қайтарып келе жатырмыз. Сонда осы Апанасий Гренин көшті тоқтатып қойып, Лабак Ахун бастаған молдалардың намаз оқуына жағдай жасады. Өзінің коммунист емес екенін, дінге, ескілікке бүйрегі бұратынын дәлелдеді. Содан кейін ол Совет үкіметінің қас жауы байы Кулак Пахрадинді түрмеден шығарып, Қарақалпақстанға қашырды. Сөйтіп ол Пахрадин сияқты ұлтшыл Алашорданы заңның қатал жазасынан құтқарды. Апанастың қазақ тілін үйрену себебі ол тіл жергілікті халық арасында шпиондық әрекет жүргізуіне керек болды. Кезінде белсенді комсомол партияға мүше болған, бірақ бандиттермен ауыз жаласқаны үшін партиядан қуылып, Совет түрмесінде әділ жазасын өтеген. Жаңа жол фирмасының азаматы Шеге Қаспақов та Апанастың ықпалындағы құйыршық. Екеуінің арасындағы арам шпиондық әрекетке негізделген достық байланысы талай жылдарға созылды. Бірақ Шеге өзінің қожайыны түрік пашасының жаламалы агенті Апанаспен жолығуын ылғи сырт көзден бүркемелеп бақты. Мен өз басым Шеге Қаспақовтың Апанастың үйіне күндіз барып кіргенін көрген емеспін. Мен өз басым Шеге Қаспақовтың Апанастың үйіне күндіз барып кіргенін көрген емеспін. Соған қарағанда олар өздерінің шпиондық әрекеттерін түн жамылып жасырын жүзеге асырған. Ал ұлтшыл буржуазия алашшыл Пахрадиннің үйінде толы болатын кейбір саяси қауіпті ескілікті уағыздайтын кітаптар Грениннің қолына қалай түсті десек, бұл жерде де Шегенің байланысшы қызметін атқарғаны көрініп тұр. Гренин өзінің жалдамалы агенті Шеге арқылы саяси қауіпті кітаптарды алып тұрды, әрі ел ішіне таратып тұрды. Шеге сонымен қатар 1933 жылы түрмеден босанып шыққаннан кейін өзінің Совет үкіметіне наразы екенін Шеге сонымен қатар 1933 жылы түрмеден босанып шыққаннан кейін өзінің Совет үкіметіне наразы екенін талай рет жасырмай айтты. Аштыққа ұшыраған Жаңа жол ауылын көргенде істері бар болсын деп Калашниковке, Голощекинге және Жаңа жолдың ауыл совет председателі Күреңге тіл тигізді. Оны мен өз құлағыммен естідім. Голощекин Калашниковтың арқасында Совет үкіметі партиямыздың сүйікті көсемі жолдас Сталин тұр. Демек, Шеге Қаспақов Сталиндік партия линиясына жау деп білемін. Осы жазғандарымды қол қойып растаймын. Күреңұлы Ждақай. Шеге хатты оқыған сайын қаны қаша түскен. Ең соңында хат иесі бір кездегі жұбы жазылмайтын өзінің досы Ждақай болып шыққанда көз алды бұлдырап кетті. Құлағы шыңылдады. Хат ұстап тұрған саусағына діріл шапты. «Иә, бұған не айтасың?» деді орнынан тұрып, есік пен стол арасында теңселіп жүре бастаған Құлберген. Екі қолы артта, Сұржекей шефке ұқсап қабағын түйіп, ойланып, батпансып, баяу қозғалады. Өңі өрт сөндіргендей ызбарлы. Ештеңе ұқсам бұйырмасын. Естен адасқан ба, қайдағы жоқтағыны шатып, деді Шеге жұтынып, ызадан таңдайы құрғап. Жоқ, есі дұрыс. Ждақай жолдас қазір ауылыңда еңбек етіп жүр. Мынауы сау адамның сөз емес қой. Сіз жолдас қызбалақтамаңыз, сезікті секірер деп, сіз неменеге шындықтың бетіне тура қараудан жалтарасыз. Шындыққа жақындаған сайын шыжбалақтайсыз. Қылмыскердің бәрі өстейді. Бәрі де сен сияқты алдымен Совет үкіметінің адал азаматымын деп
бізді алдап ақмақ етуге тырысады. Ол аз болса байбалам салады. Тіпті біздің өзімізге тарпабас салады. НКВД-ны да кінәлайды. Қылмысын мойнына қойып берген кезде өзінің жау екенін мойындап сайрап отырғаны. Солай, сіздердің қылауларың белгілі, одан да сен мына қағазға қолыңды қой, бет пердеңді аш, кім екеніңді мойында, деп қол берген стол үстінде жатқан бір парақ қағазды Шегенің алдына ысырды. Шеге үндей алмады. Сөйлесе, аузынан айқай ытып кететін түрі бар. Жынданып кететін түрі бар. Шықшылт еті білеуленіп, тістеніп, сұрланды. Қолы қалтырап, тергеуші ысырған қағазды алды. Мен Қаспақов Шеге Шәріпұлы, Хан-Төрткүл ауыл советіне қарасты, Жаңа жол фирмасының азаматы, Совет үкіметінің қас жауы, Түркияның жалдамалы агенті Гринин Афанасий Васильевичті 1928 жылдан бері білемін. Ауылдық жерде Совет үкіметінің ықпалын әлсірету мақсатымен көптеген зиянкестік арандатушылықтар жасадым. Соның бірі дер кезінде әшкереленіп, 31 жылы 2 жылға сотталдым. Бірақ өзімнің зиянкестік әрекеттерімді 33 жылы түрмеден 2 жыл мәулетімді өтеп келгеннен кейінде тоқтатпадым. Екі адамның басы қосылған жерде өзімнің аштан өлген әкем Шәріпті, сүйегі далада жинаусыз қалған қайынатам ұлтшыл буржуазия Пахридинді, қайыненем Сырғаны еске алған бола отырып, әдейі антисоветтік үгіт тараттым. Сталин бастаған партияның коллективтендіру саясатына қазақ халқын бақытты өмірге бастаған Голощекинге шек келтірдім. Жұрттың ойына күдік туғыздым. Бұл антисоветтік әрекеттердің бәрін мен Түркия шпионы Грининнің тікелей тапсырмасымен істедім. Гринин екеуміз үнемі ел көзінен тасада түнде кездесетінбіз. Көбінесе ауыл сыртында, бұта арасында бұғып отырып сөйлесетінбіз. Кездескен сайын Совет үкіметін қалай құлатудың троцкистік жоспарын жасайтынбыз. Гринин өзінің бұл жауыздық ісінде Рысқұлов, Құлымбетов, Есқараев, Жүргенов, Сейфуллин, Асфендияров тәрізді буржуазияшыл ұлтшылдардың қазақ халқын шетел империализмнің құлына айналдырмақ болған арам ниет алашордашылардың тізе қосты. Солардан жасырын нұсқаулар алып отырды. Мен бүгін өзім істеген антисоветтік қылмысымды мойныма аламын. Сол үшін отанымды сатып, Гринин жауыздың ықпалына берілгенім үшін қандай жазаны болса да өз мойныммен көтеруге дайынмын. Шеге Қаспақов. Соңына қолыңды қой, числоны жаз, сенен біздің талап ететініміз не бәрі сол-ақ, деді Құлберген. Екі қолы артында теңселе басып жүр. Бұл бақабас тергеушінің жиіркенішті сықпытына үнсіз түйіліп, аз кем назар тоқтатты. Нақұрыстың шатпағындай мына сұмдықтарды қағаз бетіне түсіріп, соған қолыңды қой дейді. Екі аяқты ит. Түк түсінсе бұйырмасын. Қараптан қарап жүрген Шегені шпион етіп шығарғаннан бұған не пайда? Бұның әкесін өлтірген жоқ қой Шеге. Тіпті 32 жылы үйден үйге кіріп жүріп, жұрттың ішіп отырған асын тартып алып, заготовкаға өткізген ақымақ ждақайға да бұл бір ауыз сөз айтпап еді ғой. Тек томырылып, теріс айналып, ат құйрығын үзіскеннен басқа не істеп еді? Мына итке талатып қоятындай Сұржекейге не істеп еді? Ұқса бұйырмасыным. Не күндемейсің? Күтіп тұрмыз, жолдас тергеуші, деді Шеге жұтынып таңдайын құрғап. Жолдас тергеуші. Шеге одан әрі сөйлей алмай тұтығып, басын сілкіп, аузымен ауа қармады. Мына қиянаттан жүрегі мойнына бұға түскен асаудай тулады. Осы сөздерді жазған, осы жаланы ойлап тапқан адам, соның өзі қол қойсын, айтарым осы. Тергеуші түсі бұзылып тура иек астына жетіп келді, шақшырайып. Тілінің қотырын сволочтың. Мойында сатқын деп ақырды, жұдырығы аузына сарт етті. Мойында екінші жұдырығы оң көзіне тиді. Көз оты жарқ етіп, іле дүние өшіп қараңғы тартты. Шеге сол көзін ұстай, шайқалып барып әнтек құламай тұрып қалды.
Тергеуші шапшаң басып столға барды. Шайнекті ұстады. Кружкаға шай құйды, буын бұрқыратып. Тергеушінің не істегелі жатқанын ұқпады. Беті дуылдап, құлағы шуылдап тұр шегенің. Тірлігі жүндей түтіліп, киіздей тапталды. Өмірді ұғудан қалды. «Мә, іш!» деген дауысқа жүзін көтерді. Алдында талтайып бақабас тұр. Екі жеңін түріп алған, мал соятын қасапшыдай. Шеге ыстық шай толы қалайы кружкаға бір, бақабастың зәрлі қарасұр бетіне бір қарады. Түсінбеді. Неге шай беріп тұрғанын түсінбеді. Тергеушінің көзі құтырған малдың көзіндей. Шеге жауының қадалған суық сұғына шыдамай тұңғыш рет назарын тайдырып әкетті. Тұңғыш рет мына иттен сескенді. «Үш» деді тергеуші. Шеге тосылып тұр. Ақыры лаж жоқ, қалтыраған қолын кружкаға таман соза берді. Тергеуші кружканы лып еткізіп кейін тартты да ыстық шайды Шегенің бетіне шашып кеп жіберді. Шеге тек кірпік қағып қана үлгерді. Ыстық шай бетін қарып түсті. Көзін жұмып біраз тұрды еңкейіп, суды еденге сорғалатып, удай ашып барады беті. Үн жоқ. Ана жендетте де үн жоқ. Бұның сүмірейген кейпінен көз алмай шақшырайып қарап, ләззат алып тұрса керек. Шеге ішіне су сорғалаған жейдесін сілкілеп, еңкейіп тұр. Үнсіз, ашу да жоқ, тұла бойын кернеп аласырған. Тырс-тырс, еденге тамған тамшы. Тырс-тырс-тырс. Шегемен қоштасқаннан кейін Хансұлу баласы екеуі маңдалада жалғыз қалған. Маңқиған алқа-салқа қара түйе асықпай аяңдайды. Томаға тұйық Хансұлу көзі боталап, тұшы бұлақ басында жетімсіреп жалғыз шошайып көрінген үйіне, бұлақ басындағы көгалда жатқан отар қой ешкіге құлықсыз назар қыдыртады. Отардың шет жағы өріске қарай шапырап өре бастаған. Көкірегінде бір ащы запыран қордаланып, көңілі оңаша бір жалғыздықты күсеп келе жатқан Хансұлу баласына: «Сен үйге бара берші, мен қой жақты айналып келейін» деп үйге жетпей түсіп қалды. Жалғыздықпен бетпе-бет оңаша қалды. Мылжа-мылжа болып сыздап ауырған жанын қойырға жер таппағандықтан еді оңаша қалғаны. Үйдің желке тұсы тек жатқан тегіс. О шеті мен бұ шеті тай шаптырымдай атырап болатын. Шегенің мал тұяғын тегізбей сақтаған қорығы, ақ көде, боз, бидайығы, теңіз бетіндей жыбыршып толқындаған жазира тегіс, шөбі таза қорық. Отар шеті солай қарай шашырап өре бастаған. Сол атырапқа қарай бағыттап жалғыз шошайып Хансұлу да келеді. Үстінде етегі кестелі төгілген ақ көйлек, кеудесінде қара мақпал жеңсізі, басында кестелі шашақты сәнді ақ жаулық, күн қақты қара торы өңі сынық, адыра қалғыр. Мына бүгінгі кесірлі күннің таңертеңі алаңсыз қуанышпен басталды емес пе? Өрістен ошақ басын сағынып оралатын Шеге үшін кейде емес пе мына ақ көйлек қара жеңсізін? Қауашақтай отауының ішіне сәуле енсін, өрістен қайтқан Шеге жар қуанышын сезінсін, шаршағанын ұмытсын деп бүгін таңды арайлы үміт лебімен атырмап па еді. Үйін жинап, сәске түсте той томалақта киетін осынау жалғыз ақ көйлегін сандық түбінен алып кимеп педі, таранып, қол айнасына сұғына қарамап па еді. Жас көмген көз алды бұлдырап, күміс толқын жүгірген ақ көделі, бозды, бидайықты жазықпен шошайып жалғыз келеді Хансұлу. Көкіректі қасірет қысқанда осылай маңдалаға мұңын шағу әжелден әдеті еді. Қазір де солай. Көңіл шарасына мемілдеп жас толып, баяулап баянсыз күй кешіп келеді. Желісін үзбей тартып құлақ түбінде ызыңдаған майда өлкөк жел мұңлық күйдей гуілдеп аспан астын құластады. Осынау көрініске қарап, Хансұлу көп заман үнсіз селтиіп қалды. Тұйыққа тірелгендей, құлап түсуге шақ құр сүлдері тұр. Шарасыздан іштей күбірлеп, жаратқан жалғыз еге жалбарынды. Құдіреті күшті Құдайым-ай, талма-тал түсте қиянатқа құрбан етерліктей не күнәм бар еді, деді. Кісінің ала жібін аттамап еді ғой. Шеге екеуін осынша зарлататындай қайқылығынан тауып еді. Нақақ неге жылатады?
Уа құдіреті күшті Құдайым, осы кезге дейін тағдыр қақпастан бұлардың көрген құқайы аз ба еді? Аштан өлген әке-шешесінің түрікпен құмында сүйегі шашылып көмусіз қалғаны аз ба еді? Шегенің әкесінің тышқан жеп итқорлықпен өлгені аз ба еді? Шеге екеуі бірі түрмеде, бірі әму жағасында баласын арқалап қайыр сұрағаны аз ба еді? Енді бүгін ес жиып етек жеңін жинай бастағанда тағы не пәлеге тап қылдың? Мына қиянаттың сұсы тіпті жаман. Жасаған ием сақтай көр тек жаладан, көз жасымызды көре көр. Үмітпен түгел қос қарашығымыздың көз жасына қалдырма. Сезеді, бір жамандықты сезеді іші. О барақ ата, құдіретті бабамыз, желеп жебей көрші. Бір мал садақа айттым Құдай жолыңа, садақа. Бөктүсіп отыра кеткен Хансұлудың алақанына ағыл-тегіл ыстық жас құйылды. Ащы өксік, запыран өксік, манадан бунап тұншықтырған өксік өн бойын оңдырмай сілкіледі. Ащы өзегін бұзып жарып ышқынсын кеп. Бүгінгі ғана емес, бүкіл тағдырдан көрген наласы 90-ның қара бұлтындай құрсанып, түйіліп кеп шатырлап, сынып бұлқан талқан нөсерледі ғой. Ағыл-тегіл құйып селдетті. Қанша уақыт өткенін білмейді. Әлден уақытта өлдеген, суылдаған жел аралас Хансұлу деген үн жетті құлағына. Басын көтерсе, қарсы алдында қарақұрттай қаптап, қорыққа кіріп жайылған қой көзін сүртті жаулық ұшына. Сөйткенше келін деген дауыс шықты желке тұстан. Енесінің дауысы. Қайдан келіп қалған? Хансұлу аяқ буыны дірілдеп түрегеле беріп бұрылды. Сөйтсе сұрөсек мінген енесі келеді тепеңдеп. Қасында атты біреу. Көрші шопан Серікбайға ұқсайды. Ойбой, шеге аман ба? Деді Хансұлудың жылаулы жүзін көріп шошыған кәрі ана боздап. Хансұлу не дерін білмеді. Жаулық ұшымен бетін басып, екі иығы селк-селк етті. Ойбой, рас болды ғой жұрттың өсегі. Ойбой, не жаздық жаратқан Аллаға, қай қылығымыздан таптық, деп есек үстінде теңселіп аңырай бастады жайбасқан. Хансұлу, апа, апасы деп үн салып кеп енесін құшақтай алды. Состиып тұрып қалған Серікбай аздан кейін бұл іске кейіс білдірді. Әй, сіздердің бұларың не? Айдың күннің аманында жаманат шақырып қойыңдар, ақ қарасын анықтарда босатар әлі. Құр тек әкетті екен деп қара жамылуға бола ма? Кім біледі, мүмкін ертең қайтып келер. Қойыңдар, әнекей балалар келеді, балаларды шоштасыңдар. Айтқаның келсін Серікбай, солай болғай, ылайым деп солықтап толастапты жайбасқан. Хансұлу да тыйылып көз жасын сүртті. Ух деп көкірегі қарс айырыла күрсінді енесі. Қашан әкетті балам-ау? Осы жаңа түсте түскі шай ішіп отырғанда екі атты келіп бол-болдың астына алды. Түс көргендей болдық та қалдық, айдады да кетті. Ойбой, құлыным-ай, ойбой деп кәрі ана тағы аңырап теңселе бастады. Сопайған Серікбай атын борбайдан бір тартты да үйіне қарай желе жөнелді. Не жазығы бар еді құлынымның, қасқа құдай не жазығы бар еді? Ана даусын жел жүйткіп әкетіп жатты алысқа. Демін ішіне тартып сазарып, самсоз аспан тұрды, дағдарып, қабырғасы қайысып, тіл қата алмай томсарып, қара жер жатты. Мына тар қапасқа келіп түскеніне талай замандар өткендей, желімдей созылған лайсаң күн мен түндер, аласапыран бір дүние, бүкіл тірлік қараңғы, ызғар, сасық, қуықтай камераға тығылған. Күн көрмегелі де қай заман, көретіні көрдей тар төрт қабырға, құлбергеннің қарасұр жүзі, арс-арс еткені, сілтеген жұдырығы, естігені сілімтік, сатқын, қара жүрек дұшпан. Сен осы қасарысқан мінезің арқылы социализмге емес, шетел империализміне берген антыңды бозғың келмей отыр ғой. Сен кәззап соларды шетелдегі өз қожайындарыңды сатқың келмей отыр ғой. Біз сені әлі сөйлетеміз, бұлбұлдай сайратамыз. Сендей тілін тістеген талай шпиондар бұлбұлдай сайраған, сайратып та жатырмыз деп столды пергілейді. Қол ғой, мә, мына қағазға, құтыласың содан кейін сұрақ жауаптан. Әйтпесе шөлден қатасың, өстіп қақшиып тұрып.
Шегенің тізе бүкпегеніне талай заман. Тізе бүктірмейді, қақшиып тұрады екі аяқтың үстінде. Қақшиып тұрып қалғып кетсең, теуіп оятады. Өзегін шөл өртейді. Дүниедегі ең жаман ұйқы екен. Шөл деген одан да жаман. Кірпігің ілініп кетсе, меймілдеген шелек толы суды көресің. Айдын шалқар көлді көресің. Сол көлге тек жатағап бас қояды. Кеңсіргін су иісі жарады. Тұмсығын көлге тереңірек батырып, салқын судан қылқ-қылқ жұтады. Қаспақов деген айғай шығады. Шеге көзін ашады. Көз алды бұлдыр. Сол бұлдыр арасынан қызыл жағалы, сұр формалы кезекшіні көреді. Бұның жан алғышы әзірейілі сол, қалғытпайды, тізе бүктірмейді, бір тамшы су тарттырмайды. Тамақ орнына тұздалған балық береді. Аштан талықсыған шеге соны қайзалайды, талмап сорады. Одан сайын өзегін шөл өртей түседі. Көбінесе безеріп Құлберген отырады алдында. Қасында графин толы су. Есі кресілі шығасылы шеге, аяғы добалдай ісіп кеткен. Шеге әлсіз теңселе тұрып, графиндегі мөлдір суға телміреді. Ішкің келе ме? Дейді Құлберген. Қандай қамқор сұрақ. Әрине, ішкісі келеді. Ең болмаса бір жұтса ғой, бір-ақ рет, қайран су. Сенен артық не бар екен дүниеде? Сенен шырын не бар екен? Су қадырын білмейді ғой адамзат. Су, ең қымбат байлық су екен. Шеге әрпіл-терпіл басып, тергеушіге жақындады. Аузы құрғап, желім боп қалған, тілі ісіп кеткен, сыймайды аузына, икемге келмейді. Сөйлейін десе, тілі таңдайына жабыса береді. Құлберген мөлдір судан кружкаға сылқ-сылқ құйды. Есі кетті шегенің, есі кетті. Мөлдір су, қол созым жерде. Қазір жұтады, қазір. Кружкаға сылқ-сылқ құйылып жатыр. Қолын созды шеге. Тоқтай тұр, деді Құлберген. Әуелі сен айтқанды істе, қасарысқанды қой. Мына қағазға қолыңды қой. Мә, кружка, суды содан кейін ішесің. Шеге теңселіп тұрды, қолында қаламсап. Алдында стол үстінде бір парақ қағаз, протокол. Шегенің алдына талай келген жексұрын қағаз. Жиіркенішті сөздер шаяңдай бықып жатыр сол қағаздың бетінде. Шегені сатқын ететін, шпион ететін, түрік разведкасының агенті ететін жалалар. Шеге кірпідей жиырылды, бас шайқап тұр. Жоқ деп ішінде бір дауыс шыңғырып тұрды. Шеге сатқын емес, шеге халық жауы емес, өлсе қол қоймас, өлсе. Тәлтіректеп тергеушіден, столдан, мөлдір судан алыстады. Өзегі бөртеніп барады. Ашу, ыза, намыс тағы бір жағынан бунап барады. Санасы әлі өлмеген, өшпеген, адам екенін ұмытпаған. Сволочь, дейді тергеуші арқа тұсынан жыландай ысқырынып. Мейлі, не десең о де, бірақ шеге көнбейді. Өлтір, өрте, турап таста, бірақ көнбейді, сынбайды. Солай, зорлап көндіремін деп дәме етпе ит. Жендеттер, адамдарыңа кездеспеген екенсіңдер. Қорқатын, қояндай бүгіжіктейтін адамды тапқан екенсіңдер. Шегені жау етіп, өкіметті алдағыларың келеді ғой. Сөйтіп, жоспар орындағыларың келеді ғой. Ол болмас, жендеттер, құрбанға шалатын бұл лақ емес. Түн болса шықыраған дауыс, ыңыранған дауыс жүйкеге тиеді, сорлап жатыр. Анау қалың кесек, сұр дуал, бұларды өзге дүниеден томаға тұйық бөліп тұр. Кесек дуалдың арғы жағы ел, халық, отан, ал бергі жағы сол халықтың жаулары. Сондықтан дуалдың ішіндегі шыңғырған дауысқа жан баласының жаны ашымайды. Өлсін кәпір шпиондар, көздері жойылсын найсаптардың деп қарғап сілейді. Өйткені бұлар жаулар. Дуал сыртындағы көп халық осылай ойлайды. Дуалдың ішінде емес, сыртында азат жүргенде шегеде дәл солай ойлаған еді. Ұлы көсем халықтардың әкесі Сталин бағытына қарсы келіп,
арандатушылықпен, сатқындықпен айналысқан халық жауларына деген аяушылық сезім болмайтын шегеде. Керісінше осылай агенттерден, шпиондар, буржуазияшыл ұлтшылдардан ел үшін НКВД тазартса, содан кейін кір-қоқыстан тазарған тамаша қоғамда өмір сүреміз деп ойлайтын. Бірақ қоғам арылуға тиіс кір-қоқыс жат элементтің бірі өзім болып шығар мынау деп ұшықтаса түсіне кірмепті. Енді өзіне жабылған жаланы қалай мойындамақ? Әлі сот алдына барар, өзінше сөз тиер, сонда әділ заң алдында көкесін танытар Құлберген Сұржекейлердің. Тек бұлардың арандатушылық алдау арбауына, қоқан-лоқысына түсіп қалмау керек, шыдау керек. Астына от қойып өртесе де шыдау керек. Қара басы үшін емес, ары намысы үшін, бала шағасы үшін, солардың ертеңі үшін, жау баласы етіп тарих алдында жерге қаратпау үшін шыдау керек, айқасу керек, ақтық демі қалғанша. Үміті мен түгелбегі үшін, Ақсұт берген анасы үшін, асыл жары Қансұлу үшін айқасып бағады. Сұржекей кірді сұп-сұр болып, Құлберген ыршып тұрды. Сұржекей саусақ ұшында шылымы, ойланып, баяулап басады аяғын. Аяғындағы қара былғары етік зар илеп шыңғыра сықырлайды. Бөлме ішіндегі тыныштық шырқын сол етіктің шиқылы бұзды. Олай бір, бұлай бір теңселіп, үнсіз жүріп алды Сұржекей. Құлбергенде оң жоқ, түс жоқ. Әлі сол тікейген қалпы қақшиып тұр. Сұржекей, көпке созылды ғой, деді әлден уақытта ыңыранып. Басқа еш нәрсе деген жоқ. Темекісін асықпай сорып, бөлме ішінде теңселіп жүріп алды. Шефтің әлгі бір ауыз лебізі Құлбергенді бір қызартып, бір бозартты. Шеге, бұл иттің де бетінің қызылы шығады екен ғой деп ойлады. Сұржекей есікке беттеді. Былғары етік шиқ-шиқ зар илейді. Етік шиқылында бір зіл бар. Есік тұтқасын ұстап тұрып, шеф танау астынан: орын болмай жатыр. Жаңадан ұсталғандарды орналастыруға, бұларды срочно темірге аттандыру керек, деді баяу. Сол-ақ екен. Құлберген қағаздарын жалма-жан жинады да Шегені камераға апарып қайта тықты. Қуықтай камераның ішінде бұған бейтаныс екі кісі байқалады. Біреуі мыжырайған шал, екіншісі жап-жас бозбала, жалаң аяқ, жалаң бас. Шалдың есік жағында еңсесі түсіп, екі бүктетіліп отыр. Екеуінің де назары теңселіп ішке кіре берген Шегеге қадалды. Ажырайып, үрейлене қарады. Шегенің оң жақ қабағы жарылып, көзінің асты көлкілдеп іскен еді. Тұмсығы да бұзылған. Жалпы бетінде сау-тамтық қалмаған еді. Мыналардың шоши қарағаны содан. Құлберген есікті сарт жауып зым-қайым жоғалды. Шегеге де керегі сол еді. Құлай кетті қара жерге. Қара жер құс төсектен артық еді осы сәт. Жамбасы жерге тиетінде күн бар екен ғой. Я Алла! Ісініп кеткен добал аяғын қоярға жер таппай ауырсынып ыңырсыды. Көзі тарс жұмулы. Ұйықтаса шіркін, тезірек жоқтыққа жұтылса ғой. Дәл осы сәт әлгі Әзірейіл келіп, жаныңды суырып аламын десе де, кеуде көтеруге жоқ, қимылдауға жоқ. Оған шамасы да жоқ еді. Қорғасын құйып қойғандай басы. Миы ішінде құжынап құмырсқа жүргендей, миын шағып талап тастағандай. Содан құтылғысы келеді. Одан да ұйықтап, не өліп құтыласың. Ұйқы, ұйқы. Басқа еш нәрсенің керегі жоқ. Тек ұйқы бер, Құдайым. Ұйқы бер, ұйқы, ұйқы. Тағы көл кірді түсіне. Бұлақтың мөлдір суынан жиналған айнадай көл. Анадай жерде жалғыз үй тұр. Қансұлу жүр есік алдын сыпырып. Балалары жүр көл шетінде ойнап. Шеге жата қап сімірді салқын судан. Ішіп жатыр. Қаспақов есеңгіреп басын көтерді. Шеге камера есігі ашық. Кеш пе, таң ба біліп болмайды. Әйтеуір алагеуім шақ. Қозбағар кірді апыл-ғұпыл. Бол Шеге деп. Шеге тұруға ұмтылды. Ет сүйегі мылжа-мылжа. Аяғы өзінікі еместей шайқалып барады. Қозбағар жүгіріп кеп қолтығынан алды. Тіктелді Шеге. Қараңғы камера ішін назары шолды. Өзінен басқа адам саны төртеуге жетіпті. Түгел сұлап-сұлап
жатыр. Бірінің аяғын бірі жастанып, киімшең құлаған, ұйықтап жатыр ауыл адамдары. Сыртқа аттады шеге. Тұңғыш байқағаны жұлдызды аспан, жарықтық түн екен әлі. Екінші байқағаны НКВД қорасының ортасында өгіз арба тұр. Мылтығы шошайған әскерлер, көлеңкедей жылжыған дәл шегенің өзіндей арестанттар. Үн-түнсіз қапталда шоқ бұтадай шоғырланып тұр. 20 шақты адам, дуал сыртында дабыр-дұбыр дауыс, жайма базардың шуындай. Сұржекейдің үні шықты саңқ-саңқ еткен. Аналарды есіктен аулаға кетіңдер, әрі керек. 2 солдат жүгіре жөнелді. Көп ұзамай дуал қақпасының арғы тұсы дау жанжалға толды. Шулаған әйелдер. Әрі тұрыңдар, Ивай өлтіреме, баланы бастың құрғыр. Әй, итерме, адыра қалғыр, көріп қалайық тым құрса, деп шу-шу етеді әйелдер. 20 адам, Жекей Калиевич, деп бір солдат Сұржекейге мәлімдеді. Ендеше айда тартыңдар. Біреу қараңғыда жүгіріп барып биік жарма қақпаны айқара ашты. Арба үстіндегі қозбағар шу деп бишігін көтерді. Өгіз арба сықырлап қозғалды. Алға деп бұйырды бір әскер ұйлығысып тұрған тұтқындарға. Топырласып қозғалды бұлар арбаның соңынан. Ашық қақпадан аңқылдап таң самалы қарсы есті. Мияның қою жұпар есі кеңсірікті жарды. Жақын өзенің су исі қытықтады танауды. Су, естен тана жаздады шеге. Арба үстінде ағаш көбі, сонда шылп-шылп су шайқалады. Арбаға таман ойысты шеге. Қақпадан өгіз арбаның ізін ала, бұлар шыға бергенін-ақ, сыртта қараңғылығын жамылып, ошарылып тұрған қатын қалаш қойда маңырап қоя берді. Ызың шу. Ебейсін, Құлжабай қайдасың? Ыбыраш, битанып бар ма? Көке, жоламан. Ақ жаулығы ағараңдаған әйелдер әскерлерге бой бермей топырлап қапталдасып қалды. Улап-шулап, жылап араларында балалар да жүр. Ызың шу, қым қуат, абыр-дабырдың арасынан шеге құлағына таныс үн шалынды. Шеге деген. Шегенің сол көзі ашылмайды, ісік жауып кеткен. Оң көзінің де оңып тұрғаны шамалы, сығырая қарайды. Қараң-құраң кісі нөпірі арасынан Хансұлудың ашаң тұлғасы бұлдыраңдайды. Ақ жаулығы ағараңдайды. Шеке айғайлағысы келді. Хансұлу деп. Арестанттар 20 шақты, нөпірлей жүгірген қатын қалаш 50 шақты. Шеге деп айғайлап, топтың алды қапталына озыңқырап шығып, Хансұлу келеді. Шеге, неге үндемейсің? Шеге деймін. Аласапыран жұрттың арасында боздау, жылап сықтау молайды. Біреу-біреуді тауып жатыр, біреу-біреуді іздеп жатыр. Шеге бір қолымен арбадан ұстап тәлтіректейді. Сау тамтығы қалмаған көк талақ ісік бетін бұрып Хансұлуға қарады. Хансұлуды кеудесінен солдат итере береді, кейіндетіп. Хансұлу сонда да болмай тыртысып, арбаға жақындауға тырысты. Таң қараңғысын жамылып, улап-шулаған топ ауылдың шығыс тұсында құмсаққа шыққан. Шеге, не болды? Шеге, деп жан дауысы шықты Хансұлудың. Бірдеме десеңші. Тіл қатуға шама жоқ шегеде. Арба үстіндегі қозбағарға қолын сермеп қырылдайды. Мынау судан берші, тамақ жібітейін дегісі келеді. Қозбағар тас керең, мойын бұрмайды. Өгізді қыстап бишігін шолтаңдата береді. Артына қарамайды. Добалдай ісік бетін бұрып, шеге Хансұлуға қарай береді. Балалар аман ба дегісі келеді. Сөйлеуге дәрмені жоқ. Қырылдайды, ысылдайды, үні шықпайды. Маңдай тұстан алыс дөң үстінен таң бас жарып сызаттады. Оң қапталда кең аңғарда күміс белдіктей созылып жем жатыр. Қайран жем. Мылтықты солдаттар осы қырға шыққасын әйелдерді ірікті. Осы жерде қалыңдар деп әмір етті. Өгіз арбаға еріп шұбап кетіп барады арестанттар. Арттарына қарай кетіп барады. Қоштасып, бірін-бірі Құдайға тапсырып жатыр. Жылау, сықтау, дауыс ету күшейді. Топ әйелдің алдыңғы қатарында бетін басып бүгіліп Хансұлу тұр жылап.
Ағаш бөшкенің түп жағынан аққан ылғалды шеге бір-екі рет жабыса жалады. Бөшкедегі су арба жүрісіне шайқалып шылп-шылп етеді, естен тандырады. Алда беймағұлым тағдыр, артта боздап шулаған қатын бала, арасында Хансұлу. Арбаның жақтауынан айырылмай тәлтіректеп барады шеге.